Андан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демегім, сүрінсем тәрегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым азғар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейіп көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Анашым, ақ сүт беріп мәпелеген баласын, мен үшін мейірімді жансыңдан асың. Қайтар алмас менің бал күнімді, еркелетіп жиі еске саласың. Шын анам, шын бақыттың ұл қызының қалаған. Асыл бар ма бұл өмірде анадан? Қабыл алшы перзентіңнің бұл әнін. Сағыныштан, сағыныштан, сағынышта жаралған. Өзі соның жемісін көріп, немерелерінің мына рахаттарын Алла Тағаланың айта беріп, адамға беріп, бақытының бірі, ұрпақтың жалғасы, балалардың барлығы. Бұл енді ең негізгі бір адамның асыл арманының бірі. Бала дегеннің орны бөлек. Сондықтан жерде бір жағынан қарағанда енді мамаларының бақыты шүкір толық деп есептейміз. Сендердің алдарында өзінің мойнындағы аналық парызын толық өтеді деп мен енді осы 40 жылдан бері бірге жатырмын, айта аламын. Менің алдымдағы мойнындағы қарыз әлі өтелмеген шығар, но бірақ енді сендердің алдарындағы аналық парызы толық өтелді. Енді қалғаны шешелерім осы маған қызмет жасап, сол мойнындағы қарызын түгендесек, дүние түгелденейін деп тұр өзі. Ал енді Алла Тағала өмір берсін, балаларының қызығын беріп, шүкір Аллаға осы жамандығын көрсетпей, өз Алланың өзінің берген осы 5-6 түйір немерелер, немерелерінің әке-шешелері аман болса, қалған қосып беріп жатса, қарсылығымыз жоқ, рахмет. Барының амандығын тілейм, жақсылығын тілейм, ғұмыр жастары ұзақ, несібелері көп болсын. Мамаларыңды сөйтіп, үлкен азамат болып, еліңе қызмет істейтін ағайын туманың қызметін атқаратын азамат қылып, көзі көріп жатса, ертең осы немерелерінің сол еңбектің ақталғаны, кемпірім соны көруге жазсын.